Сәлеметсіздер ме? Сіздермен қызықты математика видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сәлеметсіздер ме? 7-ші сынып оқушылары, бүгін біз алгебра пәнінен көп мүшелер бөлімі бойынша жиынтық бағалау бақылау есептерін шығаратын боламыз. Бұл бізде 1-ші тоқсанның 2-ші БЖБ-сы. Ал кеттік. Бірінші есеп, бірінші тапсырма, бір мүше болмайтын өрнекті анықтаңыз дейді. Жалпы бір мүше дегеніміз не? Бір мүше дегеніміз санды өрнек, әріпті өрнек және оның дәрежесінен көбейтіндісінен тұратын өрнектерді біз бір мүшелер деп айтамыз. Ал қарап көрейік. Біріншісі минус 3х, бұл жақта санымыз бар, әрібіміз бар. Келесі 0,3, бізде бұл жақта тек қана сан тұры, ешқандай әріп жоқ. Яғни бұл бізде бір мүше болмайды екен. Қалғандарында бірде тексеріп шығайық. AX, бұл жақта бізде екі сан бар, әріп бар. Келесі D, бұл да 4 бөлінген x, сан да бар, әріп те бар. 2x-ның квадраты, y-дің квадраты, бұл жақта да сан бар, және де әріпті өрнектердің дәрежелері бар. Келесі стандарт түрде жазылған бір мүшені көрсетіңіз дейді. Стандарт түрде жазылған бір мүше дегеніміз, егер бізде ең бірінші санымыз тұру керек, мысалы 3 деген, одан кейін жаңағы мынандай тұрған әріптеріміз x, y, z болатын болса, алфавит бойынша болу керек, және дәрежелерін бай жазамыз. x квадрат, y куб, z мысалы 4 дәрежесі деген сияқты. Сонда бұл жақта а-сыншы минус 3х y квадрат, бұл бізде стандарт түрге жатады. Қалғандарын тексеріп көрейік. Минус 3х x y, яғни бұл жақта дәрежелерін естемеген, қоспаған. Келесі ax by x, бұл жақта да x-ті мына жаққа жіберіп, барлығын алфавит бойынша орналастыру керек еді. Мына жақта да 2x квадрат, y квадрат ax, мына жақта да x-дің дәрежесін x квадраттың дәрежесімен қосып жіберу керек еді. Яғни е жауабы да дұрыс емес. Яғни бізде бұл жақта тек қана а жауабы дұрыс екен. 2x квадрат, y квадрат және минус 3x y квадрат бір мүшелердің дәрежелерін қосындысын табыңыз дейді. Дәрежелерін қосындысы, яғни айнымалыларының дәрежелерін қосамыз. 2-ге 2-ні қосамыз 4, 4-ке мына жақта әріптің өзі ғана жазылса, ол яғни дәрежесі 1 деген сөз. 4-ке 1-ді қосамыз 5, 5-ке 2-ні қосамыз 7. Жауабы Д. Келесі төртіншісі. 2а квадрат азайтылған а азайтылған 1 және а квадрат қосылған 2 көп мүшелері берілген. Біріншісі а берілген көп мүшелердің айырмасын табыңыз. Төртіншісін берілгенін жазайық. 2а-ның квадраты азайтылған а азайтылған 1. Бұған біз қосуымыз керек. А-ның квадраты қосылған 2а. Бұны жақшаға алып қояйық. Егер жаңағы таңбалары бізде әртүрлі болатын болса, онда міндетті түрде жақшаға аламыз. Өйткені алдындағы тұрғаннан 10 таңба немесе теріс таңба ішіндегі таңбаларын ауыстырып жіберуі мүмкін. Енді жақшаны ашамыз. 2а-ның квадраты азайтылған а азайтылған 1 қосылған а-ның квадраты қосылған 2. Бұл жақта қараймыз. Яғни мына жақта тұрған айнымалы және оның дәрежесі бірдей бір мүшелерді қосамыз. Бізде 2а квадрат, яғни айнымалысының дәрежелері және негіздері бірдей. 2а квадратқа а квадратты қоссақ, а квадраттың алдында бізде 1 деген сан бар, ол просто көрінбейді. Сонда 3а-ның квадраты болады. Келесі минус а бізде басқа қайталанбайды, сондықтан минус а-ның өзін жазамыз. Енді минус 1 плюс 2 біз білеміз. Теріс таңбалы сан мен 10 таңбалы сан қосылып тұрса, егер теріс таңбалы санның 10 таңбалы саннан кішірек болса, яғни 10 таңбалы саннан теріс таңбалы санды азайта саламыз, және 10 таңбалы санның таңбасын қоямыз, яғни плюс 1 болады. Яғни қосындысы осындай түрде. Бұл бізде а-сыншысы болған. Келесі б-сыншысында берілген көп мүшелердің біріншісі айырмасын, онда мына бізде б-сыншысы болады. Енді а-сыншысын айырмасын табу үшін 2а квадрат азайтылған а азайтылған 1 минус деймін да а квадрат қосылған 2. Бұл жақта да жақшаны ашамын. 2а-ның квадраты азайтылған а азайтылған 1. Мына жақтағы минус таңба жақшаның ішінде тұрған сандардың таңбаларын ауыстырып жібереді. Сонда а квадратымыз минус а квадрат болады. Плюс 2-міз жақша ашылған кезде минус 2 болады. Тен
Енді негіздері бірдей бір мүшелерді қосамыз. 2а квадрат азайтылған а квадрат ол бізде 1а квадрат болады. Келесі минус аның өзін көшіріп жазамын. Минус 1 азайтылған минус 2, яғни теріс таңбалы сан 2 қосылады, бірақ теріс таңба болады. Яғни 1-ге 2-ні қоссақ 3, яғни жауабы а квадрат азайтылған а азайтылған 3 болады. Мына жақта 3а квадрат азайтылған а қосылған 1 болады. Суреттегі боялған фигураның ауданы анықтау өрнегін құрыңыз және алынған көп мүшені стандарт түрде жазыңыз дейді. Боялған фигура міне бізде мынау фигура. Бұл фигураның ауданын табу үшін біз бірінші сыртында тұрған төртбұрыштың ауданын тауып, ішінде тұрған төртбұрыштың ауданынан азайтамыз. Сыртында тұрған төртбұрыштың ұзындығы бізде 4х, ені 3х, яғни ауданның формуласын білеміз. Ұзындық көбейтілген ені. Сонда 4х көбейтілген 3х болады. Мынау сыртқы аудан. Сыртқы төртбұрыштың ауданы. Сонда ол бізде қаншаны береді? 12х квадратты береді. Енді ішінде тұрған ауданды қарастырайық. Ішінде тұрған ауданның ұзындығы бізде 3х азайтылған 1 жақша, көбейтілген 2х қосылған 4 екінші жақша. Енді осыны жаңағы жақшаны ашу арқылы көбейтеміз. 3х-қа 2х-ті көбейтсек 6х-тің квадраты болады. 3х-қа 4-ті көбейтсек плюс 12х болады. Минус 1-ге плюс 2х-ті көбейтсек минус 2х болады. Минус 1-ге плюс 4-ті көбейтсек минус 4 болады. Енді тең деймізді ұқсас бір мүшелерді біріктіреміз. 6х квадрат 12х азайтылған 2х бізде плюс 10х болады. Минус 4. Енді қарап тұрмыз. Бізде бірінші сыртқы аудан осы, ішкі аудан осы болды. Енді екеуін істейміз, бір-бірінен айырамыз. Яғни боялған фигураның ауданы СБ деп жазсақ болады. Нақты өздеріңіз білесіздер қалай жазатын. 12х-тің квадраты азайтылған, мынау тұрған өрнекті жақшаға аламыз міндетті түрде. 6х квадрат қосылған 10х азайтылған 4. Енді жақшамызды ашайық. 12х квадрат азайтылған, ашқан кезде таңбасы ауысады. 6х квадрат минус 10х плюс, минус таңба плюс қауысады 4. Сонда ұқсас бір мүшелеріміз 12х квадрат пен 6х квадрат, ол бізде яғни 6х квадрат азайтылған 10х плюс 4 болады. Яғни боялып тұрған фигураның ауданы бізде осы мәнге тең екен. Соңғысы көбейткіштерге жіктеңдер дейді. 6-шысы жазып алайық. X а қосылған 1 азайтылған y а қосылған 1. Бұл жақтан не істейміз? Көбейткіштерге жікте десе, яғни бізде осы екі мүшелердің арасында минус таңбасы болмау керек. Оның екеуінің арасында көбейту ғана, яғни екі жақша ғана болу керек. Ол үшін не істейміз? Мынау бізде бірінші көбейткіш, мынау бізде екінші көбейткіш, айырым. Сонда бізде екі жақта да ортақ көбейткіш ол а плюс 1. А плюс 1. Оны жақшаның сыртына шығарсақ болады. А плюс 1 жақшаны жабамыз. Енді жақшаның ішінде не қалады? А плюс 1-ді жақшаның сыртына шығарсақ, яғни осы өрнекті а плюс 1-ге бөлеміз. Бөлген кезде бізде x-тің өзі қалады. Екінші жақшамызды ашамыз, x дейміз. Арасында екеуінің минус теңге таңба тұр. Енді осы өрнектен а плюс 1-ді бөліп тастаймыз, y қалады. Сонда а плюс 1 көбейтілген x минус y болады. Міне көбейткіштерге осылай жіктейміз. Келесі бесіншісі. Мынау бізде а болды. А квадрат қосылған 3аб қосылған 2б квадрат. Так, оқушылар қараймыз. Бұл жақта біз көбейткіштерге жүктеу үшін ең алдымен ортасындағы тұрған мүшені бөліп жазып алайық. 3аб-ны біз 2аб қосылған аб деп жазсақ болады. Сонда а квадрат қосылған аб қосылған 2аб деп. Сонда екеуінің қосындысы бізде 3аб-ны береді. Қосылған 2б-ның квадраты. Енді тең дейміз. Тең деймізді, мына екеуін бір қосып алайық, мына екеуін бір қосып алайық. А квадрат қосылған аб-да ортақ көбейткіш бізде а. Оны жақшаның сыртына алсақ болады. Сонда жақшаның ішінде а квадратты аға бөлсек а қалады. Қосылған аб-ны аға бөлсек б қалады. Жақшамыз жабамыз. Плюс дейміз. Енді 2аб мен 2б квадратта ортақ көбейткіш ол бізде 2б. Оны жақшаның сыртына шығарамыз. 2аб-ны 2б-ға бөлсек а қалады.
қосылған 2b квадратты 2b-ға бөлсек b қалады, иә. Сонда бірінші өрнекке ұқсап қалды. Біз не істедік? a плюс b, мына жақта да a плюс b бар. Оны біз жақшаның сыртына шығарамыз. a плюс b плюс a плюс b деп. Енді сонда жақшаның ішіне не қалады? Екінші жақшаның ішіне a қосылған 2b қалады. 2b. Осылайша оп-оңай есептерімізді шығарамыз. Менің каналымда және бірінші нұсқа, екінші нұсқа және b деңгейінің бірінші, екінші нұсқалары болады міндетті түрде. Каналыма тіркеліп, лайк басып, осы ұнаған видеоларыңызды достарыңызға жіберсеңіздер болады. Сау болыңыздар.